өз скиллің арқылы ақша тапқың келе ма? Онда саған Arena Games платформасын ұсынамын. Бұл платформа арқылы әртүрлі турнирларға қатысып ақша аласыздар. Мысалға, мынандай турнирлар бар. Free Fire'дан топ 10-ға кіру деген, яғни 50 рубльмен қатысасыздар, топ 10-ға кірсеңіздер 140 рубль ұтып аласыздар. Мысалға, мына турнирға қатысу үшін участвовать за один билет дегенді басамыз. Осылайша турнирға жазыламыз, содан кейін добавить никнеймді басып, өздеріңіздің ойындағы никтарыңызды жазасыздар. Турнирға 10 минут қалғанда сіздерге ID пароль береді. Получить ID пароль дегенді басамыз. Содан кейін ID парольді комнатаға жазып, осылайша турнирға қатысамыз. Төмендегі сілтеме арқылы сайтқа кірсеңіздер, менің атымнан сіздерге скидка. Турнирға қатысып топ бір алыңыздар. Ассаламуағаликүм достар, сіздермен бірге мен Әділ. Бүгінгі видеода біздер битва отрядов режимінде Чернота гильдиясына қарсы стенку на стенку ойнаған болатынбыз. Бүгінгі видеода сіздерге обзор болатын болады. Еспортс пен Чернота арасындағы стенку на стенку ойнаған ойынымызды, яғни 1vs1. СНГ-дағы ең мықты гильдиялардың бірі Чернота, барлықтарын білетін жарыстар. Лидер Азам, ютубер. Бүгін сол гильдияға қарсы ойнадық. 1vs1 стенку на стенку. Барлық ойындарды біздер стримде ойнаған болатынбыз. Кука деген ютубердің арнасында болды. Ол стрим описанияға қалдырам, сілтемесін кіріп қарап кетсеңіздер болады. Сол стримді толығымен бүгінгі видеода мен тек қана кесіп алған жерлерді сіздерге көрсететін боламын. Біздің гильдиядан 8 ойыншы, Чернота гильдиясынан 8 ойыншы шықты. Стенку на стенку турнир ретінде болды, яғни рандом арқылы бізге Чернота гильдиясының әр ойыншымызға бір адамнан түсіп, сөйтіп отқан адам полуфинал сөйтіп өте бір. Сөйтіп біздер ойнадық. Біздің гильдиядан 8 ойыншы шықты. Олардың никтары: Кобра, Зайзоя, Экстази, МСР, Вендетта, Псих, Казгеймер, Джарвис. Бірінші ойынымызды бізде Кобра бастады. Кобра бізде Райс деген ойыншыға қарсы ойнады. 4-3 есебімен бізде Кобра өкінішке орай ұтылып қалды. Екінші ойынымызда бізде Зайзоя мен Марс ойнады. Зайзоя өкінішке орай ұтылып қалды. 4-1 шөтпен бізде Марс жеңіске жетті. Үшінші ойында Экстази мен Мон шықты. Бізде 4-2 есебімен Мон жеңіске жетті. Төртінші ойында бізде МСР бастады. МСР Кукаға қарсы шықты. 4-1 есебімен бізде Ера жеңді. Біздің гильдиямызға алғашқы жеңісімізді алып келді. Достар, осы жерде айтып өтейін, көбі МСР-ны чаттағылар біреулер читер бірдене деп көп жазып жатыр екен. МСР-де ешқандай чит жоқ, ол ешқандай банды алған жоқ. Осыдан біздер бір-екі ай бұрын Хардскел, Холливуд гильдияларына қарсы ойнадық. Сол кезде Холливудтың стримді біздер түскен болатынбыз. Енді стрим жасап отқан кезде біз ойнадық қой. Сол кездегі ID-ді қарасаңыздар, міне сол ID тұр экрандарыңызда. Қазіргі енді ID-ді көрсетемін. Қазір өз сол аккаунтпен ойнап жүр, ешқандай ода бан жоқ. Мен өзім білмеймін не себепті Ераны читер деп ойлайды. Иә, Ера диглмен жақсы береді, бірақ та біздің гильдияда тек қана Ера емес диглмен бере алатын. Ангел, Псих, Экстази көп ойыншылар бізде диглмен жақсы ойнай алады. Өздеріңіз қазір обзорды көріп, сол ойындарды көріп көресіздер. Біздің ойыншылар тек қана Ера емес, басқа да ойыншылар диглмен жақсы ойнағанын өз басым білмеймін, неге Ераны солай ойлайтынын. Бесінші ойынымызда бізде Вендетта девайс деген ойыншыға қарсы шықты. 4-2 есебімен бізде Вендетта жеңді. Сонымен біздің гильдиямызда 2 жеңіс болды. Алтыншы ойында өзім шықтым, өзім Твистерға қарсы шықтым. Бірінші ойында 3-3 болды, шөт, содан кейін Твистер өліп қалды. Білмеймін, баг ба бірден өліп қалды. Содан кейін ойынымызды қайтып басынан бастадық. Жақсы ойнап келе жаттым. 3-1 өзім асығып қойдым ба, білмеймін, өзім қателіктер көп жасап кеттім. Сөйтіп 4-3 есебімен ұтылып қалдым Твистердан. Шын айтайын, Твистер соткымен өте жақсы ойнайды. Мен пікімен болсам да оны жеңе алмадым. Өзім асықпауым керек, білмеймін, асығып қойдым. Осылайша мен ұтылып қалдым. 7-ші ойынымызда бізде Псих Лайк деген ойыншыға қарсы ойнайды. Және 4-3 есебімен бізде Псих жеңіске жетеді. Соңғы ойынымызда бізде Джарвис деген ойыншымыз шығады. Элит деген ойыншыға қарсы. Өкінішке орай бізде Джарвис 4-3 есебімен элиттан жеңіліп қалады. Осылайша достар, біздің гильдиямыздан 3 ойыншы ары қарай өтеді. Ол бізде Псих, МСР және Вендетта. Вендетта Райс деген ойыншыға қарсы ойнап 4-1 шөтпен жеңіске жетеді. Псих бізде Твистерға қарсы ойнайды. 4-1 есебімен бізде Псих Твистерді ұтып кетеді. Содан кейін бізде МСР Мун деген ойыншыға қарсы шығып 4-2 есебімен бізде МСР жеңеді. Ары қарай бізде Псих Элит деген ойыншыға қарсы ойнайды, және 4-3 есебімен бізде Псих жеңіске жетеді. Осылайша Чернота гильдиясынан жалғыз Марс қалады. Және де бізде Вендетта Марсқа қарсы ойнайды, және де Вендетта 4-3 есебімен Марсты ұтып жеңіске жетеді. Және де біздің гильдиямызға жеңіс алып келеді.
вендетті базар жоқ, ойнап тастады просто. Жалпы барлық ойыншылар өте жақсы ойнады, бірақ псих, ера, вендетті ойламадым мен олар ұтып кетеді деп, өте жақсы ойнап тастады. Осылайша жеңіс алып келді. Сол себепті осы видеоға міндетті түрде лайк басыңыздар. Достар, осы кезде бізде Марс біздің гильдияны жамандап, сол кезде чаттағылардың көбі қазақтар бізді қолдап, жақсы поддержка бердіңіздер. Бірақ та ешкімді боқтап жамандамай қойыңыздар. Содан кейін бізді, яғни Чернота бізден кешірім сұрады. Сол айтқан сөз үшін ешқандай да қырылыс, ондай ештеңе керек емес, жай ғана бізде достық ойын болды. Біздер ұтылсақ та опыт алатын едік үлкен. Біз ұтамыз деп негізі ойламадық, бірақ та псих, вендетта ері үшін лайк басуларын керек. Солардың арқасында біздер ұтып кеттік. Да не за что, бро, спасибо вам за игру. Если чем-то обидели, просто у вас свой стиль, у нас свой, и могли с вами чуть-чуть на эмоциях обидеть чем-то, то извиняюсь за нас. А за Еру, да ничего страшного. Пацан молодой, на эмоциях. Достар, енді барлық 8 ойыншының ойнаған ойындарыңызды көріңіздер. Жалпы кесіп барлығын обзор ретінде жасап қойдым. Көріп шығыңыздар қалай біздің ойыншылар ойнағанын. I'm bipolar, so many friends, but I'm still a loner. She left me sad and sober, falling fast down a roller coaster. Me, well, I'm bipolar, so many friends, but I'm still a loner. She left me sad and sober, falling fast down a roller coaster. Me, well, I'm bipolar, so many friends, but I'm still a loner. Did you mean it when you told me that you hated me? I didn't see it back then, and now I know that you was breaking me piece by piece, and I swear that you forsaken me. I'm coughing up blood, cause your grip just strangled me. I'm screaming in my own head, and I'm breathing. I can't get a breath, and I'm pleading. I wish I was dead, and I'm leaning, hanging off the edge. She left me sad and sober, falling fast down a roller coaster. Me, well, I'm bipolar, so many friends, but I'm still a loner. She left me sad and sober, falling fast down a roller coaster. Me, well, I'm bipolar, so many friends, but I'm still a loner. They don't get it. I don't know why I'm sad. I'm sorry if I'm angry. I just hate talking to my head. I can't believe that it would make me wish that I was dead. Telling anybody is the one thing that I most dread. The shame of asking for help, and it's the shame of leaving cause you can't stand up for yourself, and it's the shame of speaking about your own mental health, and it's the shame of never actually being yourself. You feel me? She left me sad and sober, falling fast down a roller coaster. Me, well, I'm bipolar, so many friends, but I'm still a loner. She left me sad and sober, falling fast down a roller coaster. Me, well, I'm bipolar, so many friends, but I'm still a loner. I'm not gonna lie to you kids, it's a fucking jungle out there. Keep your head on tight, unknown brain and mind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, get too strong when I battle with the beast, bring a few on, the commander and the chief for my crew on, bullets rattling and whistle at your toque, never sleep, eyes open, hands clutching on my throat, it's a war zone. It's a war zone.
Yo, this a motherfucking war zone. The impact, yeah, break it open, leaving nothing fucking intact. Hey yo, you been hacked. It's safe hiding, but I found it, homie, been cracked. Hey yo, we been back. Your band stacking, see you flexing with the thin stack. Hey bitch, you been whacked. I kill 'em all, feel the motherfucking impact. Yo, this a war zone, homie, say you ready and prepared. Take a minute, make them aware. Well, I be sneaking in the back, but it's what the clap, homie, life ain't fair. Caught me crawling through the mud with a vision, saw it clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trenched out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing, thank the Lord, oh how I'm living. See me riding with my top down, oh cops round, pedal pressing on the gas. I don't think I'll ever stop. Last night, I had a dream that we could fly. Last night, I had a dream about you and I, about you and I, about you and I. And we could fly like a couple angels away from here, like a couple angels out the atmosphere. Look at life with no fear. Made a pact that when we get back there, we'll be happy forever, forever. And as we flew around there amongst the stars, the whole world was frozen. So last night, I had a dream that we could fly. Last night, I had a dream about you and I, about you and I, about you and I. And we could fly like a couple angels, we could fly. We made friends with all the stars, so they all aligned for us. And we finally felt free out there, flew out the Milky Way, no gravity to make us stay. So into the universe we flew away, and as we flew around there amongst the stars, the whole world was frozen. So last night, I had a dream that we
Что могу сказать? Спасибо, Еспортс, за игру. Не ожидал, конечно, что мы проиграем. Вызывайте Кракена, я выхожу из Это было неожиданно. И сейчас Смайл, я думаю, за нас троих всех отомстит. Достар, Чернота гильдисіне үлкен рахметімді айтамын, бізді шақырғандарына. Сіздерге де үлкен рахметімді айтамын. Өте керемет қолдау болды жалпы. Чернотадан да мықты қолдау болды. Себебі чатта Черноталардың өздері айтып отты, Еспортстың фанаттары бізден жақсы қолдау көрсетіп жатыр деп. Сіздерге үлкен рахметімді айтамын шын жүректен. Осылай әрдайым қолдап жүріңіздер. Жалғыз біздерге емес, бүкіл Қазақстан гильдиларына қолдап жүріңіздер. Қандай да турнир болмасын, Қазақстанның атын шығарып жүре берейік. Сол себепті барлықтарына үлкен рахметімді айтамын. Ешкімді боқтамай ақ қойыңыздар, жай ғана қарапайым тілде жазып жіберіңіздер. Боғау жазып тұруды жамандап керек емес. Барлықтарына рахметімді айтам. Осымен видео аяқталды. Егер сіздерге видео ұнаса, осы видеоға максималды түрде лайк басып, бұл тек қана біздің жеңіс емес, бүкіл Қазақстанның жеңісі десем деп жатыр. Осымен видео аяқталды. Комментарияға Чернота, Еспортс топ деп жазып кетеміз. Сау болыңыздар достар, амандықта жүздескенше.